Сәлеметсіздер ме, ата-аналар? Балаларға бала жасынан бастап қауіпсіз интернет қажет тақырыбындағы ата-аналар семинарына қош келдіңіздер. Ата-аналар нені білу керек? Интернетке кіргенде бала немен қызығады? Ол қандай сайттарға жиі кіреді? Ол желіде кіммен байланысады? Ол қандай топтарда тұрады? Міне осыны ата-аналар біліп жүруіміз керек. Ал енді ата-аналар желіде өз балаларын қалай қорғай алады? Ол үшін алдымен интернетке баланың кіру кестесін жасау. Компьютерде, ноутбукте ата-ана бақылау бағдарламасын орнатқаныңыз дұрыс. Қатынауды бақылау бағдарламасын қолданыңыз. Компьютерді балаға қауіпсіз режимге қойыңыз. Балаға интернетте кездесетін қауіп-қатер туралы айтыңыз. Бала түсіну керек, интернеттегі барлық ақпарат сенімді емес. Әркімге сенім артуға болмайды. Интернет аукциондарға қатысуға және интернет төлем жүйелеріне кіруге, желіде өз үй мекен-жайын, отбасы туралы жариялауға болмайды. Қымбат гаджеттермен сатып алулар туралы мақтануға, бөтен адамдармен қарым-қатынас жасауға тыйым салуға қажет. Әсіресе, егер ол фотосурет немесе ұсыныс жасауды сұрайтын болса. Баламен сенімді қарым-қатынас орнатыңыз. Қызықтыратыны және қайсына кіруге болмайтынын шектеу қажет. Балаңызды кибер қылмыскерлерге қарсы әрекет етуге үйретіңіз. Интернет дегенде, интернет бір немесе бірнеше мемлекеттің аумағында орналасқан желілер, ғаламдық немесе дүниежүзілік желілер деп аталады. Интернет сөзі тікелей мағынасында халықаралық желі дегенді білдіреді. Интернет балалар үшін несімен қауіпті? Қауіп түрлері мынандай. Интернетте алаяқтар көп, зиянды тақырып сайттары бар, шынайы өмірде алдау, құмар ойындар, тыйым салынған заттар мен ұғымдар туралы ақпарат тарататын сайттар, форумдар, әлеуметтік желілер, ойындар. Ұялы телефонмен көп отыру жас балдырғандардың омыртқа сүйегін зақымдайды. Қозғалыссыз отыру, қолмен ғана бірыңғай жұмыс істеу, содан ағзаға салмақ түсуі баланың жүйке қызметін бұзып, мойнына тұз бен суықтың жиналуына әсер етеді. Көздің нашарлауы, омыртқа жотасының ауруы, қимыл қозғалыстың аздығы, адам психологиясына әсер ету, сезімдік нерв жүйесінің аурулары, ультракүлгін сәулелерінің денсаулыққа кері әсер етуі, осының барлығы интернеттің кері әсерлері екен. Алайда ғаламтордың пайдасы да бар. Интернет керек. Ол біздің өмірімізге қажет. Интернеттің пайдасы да зор. Күнделікті өмірдегі байланысқа деген қажеттіліктің неше түрлісі де осы қазір кезде интернет арқылы атқарылып жатыр десек, артық айтпаймыз. Интернет мүмкіндіктеріне шектеу қойсақ, әрине алға баспаймыз. Керісінше біртіндеп құлдырай береміз. Ондай қиыншылықтармен күресе отырып, алға ұмтылу жолдарын қарастырғанымыз жөн. Интернетке кіру үшін компьютерде отыру керек. Компьютерде отыру бұл денсаулыққа зиян. Сондықтан да ережелерді талапқа сай орындап отырсақ, онда бізге зияны тимейді деп ойлаймын. Көзге жаттығулар жасау керек. Дегенмен де интернеттің жақсылықтарымен бірге келеңсіз жақтары да барын естен шығармағанымыз жөн. Әрбір күнін компьютер алдында өткізу денсаулыққа зиян екенін білесіздер ме? Интернетке жүгініп үйреніп кеткен бала, яғни интернет арқылы хат алысып, сөйлесу баланың айналасындағы адамдармен бетпе-бет сөйлесуіне де әсер етеді. Сөйлеу мәдениетінен айырылады. Ал одан сорақысы ұлттық адами қасиеттерге нұқсан келтіретін материалдардың интернет бетінен орын алуы. Қазірде шығарма, эссе жаза алмайтын оқушылар бар. Бұның бәрі көп уақытын кітап оқумен емес, интернетке кіріп, түрлі ойындар ойнап, уақытын тиімсіз өткізудің зардабы.
Сіздерге мен мына жерде интернетте қауіпсіздік бойынша ата-аналарға жаднама ұсынып отырмын. Бұл жаңа бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарына, орта буын балаларының, жоғары сынып оқушыларының ата-аналарына арналған кеңеспен танысыңыздар.